Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis al-khamis wal-20. 25. hadis. An Abi Zar radiyallahu anhu anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem qalu nabi sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah zahaba ahli dusur bil ucur yusalluna kema nusalli ve yasumuna kema nasum ve yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lekum ma tasaddaqun inna lekum bi kulli tasbihatin sadaqa وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه المسلم. Ana bizler radıyallahu anh'ın rivayet kılan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir top sahabalar gelişti. Ya Resulallah, o Allah'ın elçisi. Baylar kolunda varlar, soğuktun barını alıp gitti o. Qarasаңар sahabalar şunda жақсылықта жарышканда. O Allah'ın elçisi, bular soğuktun barını alıp ketişti o. Biz namaz okuğanday namaz okuşat. Biz oroza qarımınday oroza qarımınday. Biroq Құдай берген байқа ашықшақшылары менен емнелік қайырымдылық қылып, қолында жоқтарға беріп, соғыптың барылары алыла тұрған болды ғой, деділі. Пайғамбарымыз емне деді? Позитивте қарасаң. Не деді? Авалайса қад жаалаллаху лакум ма тасаддақун. Құдай тағала сілерге садақа бере тұрған жерді қылып қойып отыр. Инна бикули тасбихатин садақа. Субханалла десең садақа деді. Ол бір соны берсе сен субханалла деп садақаны бер деді. Ve kulli takbiratin sadaka. Allahu Ekber desen sadaka vergendey soğuk olasın. Ve kulli tahmidatin sadaka. Elhamdülillah desen sadaka dedi. Ve kulli tahlilatin sadaka. La ilahe illallah desen daha sadaka olasın. Жақшылыққа çakırsan sadaka. Jamanlıktan kaytarsan sadaka. Ve fi budi ahadikum sadaka. Jada kalsa arаңарда үй бүлөсү мабиле кылса дагы ошого дагы садака алат dediler. Таң қалышты. Қалу я Расулалла, яти ахадна шахватаху ва якун лаху фи ажр. О Аллахтың елшісі. Бұл адам өзінің көңіл құмарын қандырып атса дағы, ушыға дағы соғып алауы деп таң қалса, пайғамбар эмне деді? Қарабайсың мы деді. Егер де ошоны адал нерсеменен емес, арам нерсеге қойса, күнә болот беле? Ошондой эле бұл эмне деді? Садақа соғып болот деді. Онан сахабалардың қарасаң, сахабалардағы ушул жақсылыққа жарышып атат. О Аллахтың елшісі. Бұлар озып кетті, біз емне қылайын деп. Башқа бір риwaayaттарда келеді, тағы бір-екі жұмадан кейін қайра келішті сахабалар. О Аллахтың елшісі. Бұлар намаздан кейін озып кетті, субханалла, алхамдулилля деп зикірді көбейтішті. Байлар алардан да елан жүріп, байлар не қылып қалды? Алардағы біліп қалды, алардағы субханалла, алхамдулилля көбейтішті. Ой Аллахтың елшісі, сіз айтқан сөзді олар қылып алып, алар деле зикір кылып атат дедилер. Пайгамбарыбыз эмне дейди? Залика фадлуллах. Ал Алла Тааланын эмнеси? Берешендиги, фазилети аны каалаганга берет, каалаганга бербейт деп айтты да. Карасаңар, бизге сооптун эшиги эмне кылып жатат? Ушунчалык ачык жерде чачылып жатат. Аны биз жөн гана эмне кылышыбыз керек? Теришибиз керек да, субханалла, алхамдулилlah, Аллаху акбар. Қолында жоқтарға келгенделе пайғамбарымыз шонтып қойса болмақ, не соғыпқа жақшылыққа беріп бағыштап отады. И алардың көңілін көтеріп отады. Жақшылықта жарышқыла, бұл жағынан соғып талғылады. Ва фи залика фалятанафасул мутанафисун. Жақшылық іште момындар эмне қылышат? Жарышат. Жақшылық іште жарышат. Жақшылық іште мен алдыға шығайын, мен көбірақ соғыпқа жетейін деп, жақшылық іште эмне қылышат? Жарышат. Бірінші. Андан кейін жақшылық қылам десең, жақшылықтың ешігі емне аябай кенен толтыра. Жақшылықтың ешігі толтыра. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Алла Таала біз күшің жеткен нәрсені ғана бұйырған. Құдіретің жеткен нәрсені қыл, соғып ал. Зикруллахи азза ва жал хайру садақа алан нафс. Адам баласы үшін ең жақсы садақа емне? Зикр. Субханаллах, алхамдулилlah. Ла илаха иллаллах садақа десе, садақаның ту жоқса ла илаха иллаллах деп келеді. Ошон үчүн эртең менен истигфар айткандар, эртең менен жада калса Кудай Таалам кейбир адамдар ушул Кур'ан окуй берип, зикир кыла берип, сураганга убакыты жок болуп калган болсо, Кудай Таалам алардын эмне сурарын берет эле, алардын бардыгын берем деп келген да. Ошондон зикир,
Олар нерселер бизде адам баласына адатка айланыш керек. Ар бир сөйлөгөн сөзүбүздө жакшы нерсе көрүп болсак, машалла деген сөз айтышыбыз керек. Бир нерсени көрсөк, субханалла дешибиз керек. Бизде көп айтылган сөздөр бар да. Аны кээде субханалла деген сөздүн ордуна башка сөз чыгат. Аллаху акбар, машалла деген сөздүн ордуна башка сөз чыгат. Баягы ошондуктан ушул сөздөр көп айтылыш керек. Келгиле, мына хадистерге амал кылып баштап атасыңарбы? Кана, келгиле, мына ар бир хадисти күндө амал кылып баштайлычы. Ар бир хадиске субханалла, алхамдулилlah, Аллаху акбар дегендерди мына бүгүн маршрутка менен барат, үйгө бара чейин субханалла, алхамдулилlah, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах бардыгы садакана. Садакалардын эң жакшысы дагы бирөөсү эмне? Жакшылыкка чакыруу дагы садака, жамандыктан кайтаруу дагы садака. Kuntum hayra ummetin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Силер эң жакшы үммөт болдуңар качан? Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарганыңарда. Үммөттүн эң бир өзгөчөлүгү мына ушул: жакшылыкка чакырат, жамандыктан кайтарат. Жакшылыкка чакырат, жамандыктан кайтарат. Садаканын эң жакшысы сиз өзүңдүн жакындарыңа, үй бүлөңө алыстан эмес, эмнеден башташыбыз керек? Жакындан башташыбыз керек. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, алыска кетпей, жакындан. Ошондуктан биринчи айылдан экинчи айылга чыгарып кетүү дагы эмне эмес деп айтылат? Дурус эмес деп айтылат, макрух деп айтылат. Бир аймактан экинчи аймакка садаканы чыгарып кетүү, зекет чыгарып кетүү кээ бир алымдар эмне деп айтат? Макрух деп. Ошол жердеги адамдар берилиш керек. Өзүң комнатаңдагыларга бер, өзүң группадагыларыңа бер биринчи. Өзүңдүн үй бүлөңө, өзүң жакындарыңа, акаңа, иниңе, ушулар жакындар менен башталыш керек. Бардык иш ниетке жараша болот деди. Демек жакшылыктын эшиги толтура. Үй бүлөлүк мамиле дагы соо. Демек хадисте келгендей, баягы күнөө иш кылбай, адал жол менен, туура жол менен болсо, ал үй бүлөгө кылган мамилең деле эмне соо экендигинде шек жок. Демек хадистен бизге жакшылыктын эшиктери толтура экендигин көрсөтүп турат. Садаканын эшиги толтура экени көрүнүп турат. Ар бир кыймылыбыз, ар бир олтуруп турганыбызды эмнеге айландырсак болот? Садака айландырсак болот, соопко айландырсак болот. Жылмайып койсоң садака болуп атат. Сүйлөп койсоң, жакшы сүйлөп койсоң садака болуп атат. Ла илаха иллаллах десең садака болуп атат. Жүргөн, турган 24 саатыбызды эмнеге айландырсак болот? Садака айландырсак болот. Баракаллаху фикум. Алла таала барыбызды ушул көп зикир кылуучу, Кудай таала намазыбызды өз убагында тургузуучу чынагы момун мусулмандардан калган болсун.